Саламатсыздар ма оқушылар? Балалар, бүгін 36-шы сабақты бастаймыз. Мы идем в театр. Біз театрға барамыз деген тақырыпты бастап жатырмыз. Балалар, бүгін тақырып түсіндіретін зат көп. Внимательно, пожалуйста, слушаем. Мұқият тыңдайық. Балалар, бұл бірінші жаттығуда жұмбақ берілген екен. Қай жерде болып жатыр дейді. Там по сцене ходят, скачут. То смеются, а то плачут. Хоть кого изобразят, мастерством всех поразят. Балалар, бұл қандай? Жұмбақтың шешуі қандай? Әрине, театр. Назови слова действия. Балалар, слова действия, яғни іс-қимыл. Ходят, скачут, смеются, плачут, поразят. Бұлардың барлығы слова действия. Келесі жаттығу. Ал енді балалар, екінші жаттығу. Тексті оқимыз, және осы тексттің ішінде бізде предлогтар бар. Соларға аса мән береміз, сұрақ қойып отырамын. Соларды өздеріңізге түртіп алып отырыңыздар. Мен жазбаймын. Түсінбесеңіздер, қайтадан тыңдаңыздар. Посещение театра – это праздник, к которому надо хорошо подготовиться. Театрға бару – бұл мейрам. Яғни, бұл театрға бару үшін біз жақсылап дайындалуымыз қажет. Әдемі киініп, шашымызды тарап, әдеміленіп баруымыз қажет деген сөз. Придя в театр, сдай пальто в гардероб. Балалар, бұл жерде театрға келген кезде пальтоңды гардеробқа өткіз дейді. Бұл жерде екі сөз қарамен жазылған, өйткені бұл жерде предлогтар қолданып тұр. В предлогы, мына жерде де В предлогы қолданып тұр. Бұларын қалай сұрақ қоямыз? Көрейік. Придя куда? Придя в театр. Сұрақ. В театр дегенге біз куда деп сұрақ қойдық. Міне. Театр дегенге куда деп сұрақ қойдық. Арғарай. Сдай пальто куда? Сдай пальто в гардероб. Куда? В гардероб. Гардеробқа. Арғарай. В зале найди свой ряд. Бұл жерде де В деген предлог бар. Сұрақ қалай қоямыз? В зале найди свой ряд. Где найти свой ряд? Где найти свой ряд? В зале. Балалар, В деген бұл жерде предлог. Пройди на свое место. Бұл жерде на место. Свое дегенді қосса да болады, қоспада болады. Өз орныңа деген сөз. Залда өзіңнің қатарыңды тауып, орныңды тауып ал деген сөз. Яғни, пройди куда? На место. На место. Арғарай. На свое место лицом к уже сидящим зрителям. Мына жерде к предлог, зрителям деген, сол зрителям деген сөзге қолданып тұрған к предлогы. Мына екі сөз болса да, болмаса да, мына предлог, мына зрителям деген сөзге арналған предлог. Оған сұрақты қалай қоямыз? Өз орныңа барып, алдыңда отырған көрермендерге қарама-қарсы отыр дейді. Яғни, пройди на свое место лицом к кому? Сұрақ, кому деп болады. Мен әдейі к кому деп тұрмын. Щоб сендер түсінуші үшін айтқан кезде, ол кому сұрақ қойылады. Кому? К зрителям.
түсіндік па? Мен қазір мынаны өшіремін осы сұрақтарымды, өйткені орын жетпейді. Ары қарай. Во время спектакля соблюдай тишину, не разговаривай, не ешь, не шелести бумажками, не шепчись. Спектакль уақытында тыныштықты сақта дейді. Сөйлеме, тамақ жеме, қағаздарды шытырлатпа, сыбырласпа жан-жағында адамдармен. Это мешает и зрителям, и актерам. Бұл көрермендерге де, актерларға да өзінің кедергісін келтіреді дейді, тыныштық сақтамаса. Когда спектакль окончится, не срывайся с места, будто в театр вспыхнул пожар. Спектакль біткен кезде атып тұрма орныңнан дейді. Пожар болып кеткендей, өрт болғандай. Бұл жерде с места деген сөзде с предлог. Оған сұрақты қалай қоямыз? Не срывайся. Откуда? Жауабы с места. Ары қарай. Бери пример с актеров. Брать пример с кого? Кімнен пример ал дейді? Актерлардан пример ал дейді. Ведь они, сказав последнюю фразу, не бегут сразу за кулисы. Олар, актерлар соңғы сөзін айтып болғаннан кейін жүгіріп кетпейді ғой олар. Ненің артына, сахнаның артына. Они благодарят тебя за внимание, прощаются с тобой. Олар саған келгенің үшін рахмет айтып, сенімен қоштасады. Учись вежливости и ты. Сен де сыпайы болып үйрен дейді. Балалар, мына жерде за внимание және с тобой деген сөзде за және с предлогтары бар. Они благодарят тебя за что? За внимание. Прощается с кем? С тобой. Түсіндік пе, балалар? Бұл жерде қарамен жазылған сөздердегі қысқа сөздер бұл предлогтар. Яғни біз қазақ тілінде айтамыз ғой. Гардеробқа, залға, театрға, орныңа, ңа, қа деген жалғаулар орыс тілінде ол сөздің алдында қысқаша сөз, яғни предлог болып жазулы тұрады. Түсінсек, келесі жаттығуға өтеміз. Балалар, енді үшінші жаттығу. Бұл жерде де мәтін берілген. Мен оқимын, аударамын және қарамен жазылған сөздердің осы басқа сөздердің барлығын алып тастасақ, тек қана қарамен жазылған сөздер болса, біз бұл мәтіннің мағынасын түсіне аламыз ба? Соны да түсіндіре өтемін. Ты решил пойти в театр. Сен театрға баруды шештің, барамын деп. Откуда ты сможешь узнать о предстоящем спектакле? Сен алда болатын спектакльді қайдан білесің? Наверное, ты прочитаешь объявление или афишу. Сен хабарландыру оқисың. Немесе хабарландыру қағазын көресің о предстоящем спектакле. Затем в театральной кассе ты купишь билет. Кейін сен театрдың кассасынан билет сатып аласың. Внимательно рассмотришь его и узнаешь нужную информацию. Сен билетке қарап, өзіңе керекті мәліметтің бәрін біле аласың. Балалар, енді қарамен жазылған сөздерді аударайықшы. Театр, сосын спектакль, хабарландыру, касса, билет. Біз түсінеміз ба? Яғни театрда болатын спектакльге билет алу деген мағынаны мен түсініп тұрмын. Осы тек қана қарамен жазылған сөздерді оқи арқылы. Ал билетке қарап отыр балалар. Яғни оның қай күні болатындығы, яғни бүгін болатындығы, сағат 3-те болатындығы, балалардың мейрамы болатындығын біз түсіндік. Солай ма? Адресін, астында мысалы адресі жазулы тұрады. Сағаты нешеде болатын жазулы тұр. Қай күні болатындығы жазулы тұр. Біз билетке қарап, өзімізге керек мәліметтің бәрін тауып аламыз. Ары қарай. Говори и пиши правильно. Дұрыс оқып, дұрыс жаз дейді. Балалар, есімізде сақтайық. Запомни. Куда? Қайда?
мектепке, в школу, театрға, в театр, на работу, жұмысқа, на север, солтүстікке. Яғни қайда бара жатырмыз? Мектепке бара жатырмыз, театрға, жұмысқа, солтүстікке. Куда? Сол кезде в және на предлогтары қолданылады. Ал егер қайдан келе жатырсың деген сұраққа, яғни откуда, орысшасы откуда, мектептен, из школы, из театра, театрдан, с работы, жұмыстан, с севера, солтүстіктен. Яғни бұл жерде откуда, қайдан деген сұраққа из, с предлогтарын қолданамыз. Түсіндік пе, балалар? Қайда бара жатқанымызды айту үшін біз в, на предлогтарын қолданамыз, ал қайдан келе жатқанымызды, откуда келе жатқанымызды білдіру үшін біз из және с предлогтарын пайдаланамыз. Балалар, предлогтар бір әріптен тұрса да сөзден бөлек жазылады. Ары қарай. Составь. Придумай 3 предложения, используя слова из задания 4. Балалар, 4-ші жаттығуда қолданылған сөздерді пайдаланып, сөйлем құрауымыз қажет. 3 сөйлем құрауымыз қажет. Үлгі бойынша. Ученики идут куда? Оқушылар қайда бара жатыр? В театр. Ученики идут откуда? Ученики идут из театра. Енді балалар, бұл жерде мектеп және север деген сөз бар. Міне, школу қолданылды. Театр, работа, солтүстік. Осы қалған театр, работа, север деген сөздерді пайдаланып, біз сөйлем құрастыруымыз қажет. Міне, балалар, мен мына жерге сөйлем жазып қойдым. Яғни, мама идет куда? На работу. Мама қайда бара жатыр? Жұмысқа бара жатыр. Мама идет откуда? Мамам қайдан келе жатыр? Мамам жұмыстан келе жатыр деген сияқты осы сұрақтарды қою арқылы мен сөйлемдер құрап жаздым. Папа возвращается куда? Папам қайда бара жатыр? Солтүстікке бара жатыр. Папа возвращается откуда? Папа солтүстіктен келе жатыр. Қайдан келе жатыр? Солтүстіктен. Я иду куда? Мен қайда бара жатырмын? Мен мектепке бара жатырмын. Мен қайдан келе жатырмын? Мен мектептен келе жатырмын. Яғни из школы в школу, с севера на север, с работы на работу. Түсіндік пе, балалар? Ары қарай келесі жаттығуға өтеміз. Ал енді балалар, 6-шы жаттығу. Мына жерде бізде бағана 2-ші жаттығу бар, мәтін берілген. Яғни театрға қалай бару керектігі туралы мәтін бар. Сол мәтінде жазылған сөз тіркестерін тауып жазуымыз керек. Сдай пальто в гардероб. Гардеробқа өткіз. Пройди на место. Орныңа отыр. Не срывайся с места. Орныңнан атып тұрма деген бізде предлог қолданылған сөздер бар еді. Соны тауып жаздық. Түсіндік пе, балалар? Ары қарай. Балалар, енді 7-ші жаттығу. Осы өлеңді оқимыз, сіздер тыңдаңыздар. Және осы өлеңнің ішінен біз слова действия тауып отыруымыз керек. Етістіктер тауымыз керек. У нас сегодня с мамой культурная программа. Давай мне, мама, руку. Пойдем в театр кукол. Что я большой, я знаю, но кукол обожаю. Смотрю и не могу понять, как куклой можно управлять. Взял рукавичку и надел, вот уж петушок запел. А поменял ты рукавичку
и превратился он в лисичку. Но знаю я наверняка, актера трудится рука, и кукла оживает, поет и переживает. Балалар, осылардың ішінен бізге етістіктер табуымыз керек. Пойдем. Етістік. Екі рет сызып қоямын. Ой, неге сызылмай жатыр? Этрайнет. Что делаю? Смотрю. Обожаю. Что сделать? Управлять. Надел. Запел. Поменял. Превратился. Оживает. Переживает. Деген етістіктер бар. Балалар, тағы да қалып қойды ма? Байқайықшы. У нас сегодня с мамой культурная программа. Давай мне, маму, руку, пойдем в театр кукол. Что я большой, я знаю, но кукол обожаю, смотрю и не могу понять, как куклой можно управлять. Балалар, қалып кетсе, айтыңыздар, жеме? Рука что делает? Рука трудится. Келесі тапсырмаға өтейін. Бұлардың барлығы балалар слова действия, яғни іс-қимылды білдіретін сөздер, етістіктер қазақша айтқанда. Ал енді балалар бұл жаттығуда мына сөйлемді көшіріп жаз дейді. В театре кукол работают артисты-кукловоды. Осы сөйлемді көшіріп дәптерге жазуымыз қажет. Осы сөйлемді екіге бөл дейді. В театре кукол работают артисты. Немесе артисты кукловоды работают в театре кукол. Деп екіге бөлсе болады деп ойлаймын. Ары қарай. Упражнение 9. Что неправильно? Не дұрыс емес дейді. Біз театрда отыру ережесін, бару ережесін бағанадан бері айтып жатырмыз. Қайсысы дұрыс емес, соны белгілеп отырайық. Театрда қалай дұрыс өзін ұстау керек? Вертеться во время спектакль кезінде орнына қозғала беру дұрыс емес. Громко обсуждать игру актеров, қатты сөйлеу, бұл дұрыс емес. Аплодировать артистам, бұл дұрыс. Бұл дұрыс. Не шуметь и не разговаривать, бұл да дұрыс. Телефонмен сөйлесу дейді, бұл дұрыс емес. Опаздывать, кешігу дұрыс емес. Грызть шемішкі шағу, бұл дұрыс емес. Яғни осы жерден аплодировать артистам және не шуметь и не разговаривать деген шуламай сөйлемей отыру, бұл жерде театрда дұрыс отыру әдебіне жататын сөйлемдер. Осы екі сөйлемді дәптерімізге жазып аламыз. Және бағана біз өткен мәтіндерден тағы да қандай ережені білдің, сол туралы көшіріп жазсаң болады. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.